Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен уйгурский самсаның рецептісімен бөліскім келіп отыр. Тестасы өте жұмсақ, слоеный, песочный болып шығады. Ең алдымен мұздай маргаринімізді ұнымызда теркадан өткізіп аламыз. Маргарин міндетті түрде мұздай болуы керек. Жақсылап теркадан өткіземіз, араластырамыз. Видеомның качествосына қатты мән бермеңіздер, мен форматын рассчитать ете алмай қалыппын. Келесі жолы міндетті түрде әдемі қылып түсіремін. Сметанамызды саламыз, су құямыз, үстіне бір жұмыртқа және екі жұмыртқаның сарысы, тек сарысы, ағын қоспаймыз. Бір жұмыртқаны полный қосамыз, екі жұмыртқаны тек сарысын қосамыз. Тұз қосамыз, жақсылап араластырып, жаңағы біздің ұнымыздың үстіне қосамыз. Қатты қамыр елемейміз, тек қана басы біріксе болды. Басын жақсылап біріктіреміз. Бұл ютубтағы алғашқы видео болғандықтан сапасы прям күшті емес, бірақ келесі жолы жақсылап түсіремін деп уәде беремін. Қамырымызды 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды, енді жаямыз. Міндетті түрде дөңгелек қылып жаюдың қажеті жоқ. Бұл қамыр өте жұмсақ және майы ермегендіктен дөңгелек болып та жайылмайды. Сондықтан да қалай бар, солай барынша жұқаратып жаямыз. Қамырымыздың үстіне ерген сары майымызды құямыз, яғни маргарин міндетті түрде 72% болу керек. Шедевр немесе шедрайлета қолдансаңыздар болады. Майлылығы 72%-тен аз маргарин қолданатын болсаңыздар, тесталарыңыз кішкене сухой болып қалуы мүмкін. Жақсылап тығыздап ораймыз майды жағып болғаннан кейін. Арасында ауа қалмау керек ораған кезде. Және де 5 сағатқа холодильникке салып қоямыз, немесе түнде салып таңертең шығарсаңыздар болады. Егер уақытыңыз аз болса, 1 сағатқа морозилькаға салып алсаңыздар да болады. Оған дейін фаршымызды дайындаймыз. Біздің тестамыз тұрды, міне енді осылай дөңгелектеп кесеміз. Тестаны егерде сіз рассчитать еткіңіз келетін болса, 45 граммнан бөлсеңіз болады, а фаршты 35 грамм. Фаршқа кәдімгідей пияз, ет, жаңағы говяжий фарш қосамыз. И фаршыңыз майлы болмаса, пісте май құйып жүрсеңіз болады. Тұз, бұрыш кәдімгідей солай қолданамыз. Қамырымызды жаямыз, ұн себеміз, міндетті түрде өйткені қамыр жабысқақ болады. Ұнды да көп себудің қажеті жоқ. Дөңгелектеп жаямыз да, кәдімгі уйгурская самсаны орағандай бүктеп ораймыз. Қамырымыз жылы жерде қалып қоймасын, пока біз қамырды түйем дегенше қалған қамырларды холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Өйткені бізде май еріп кетуі мүмкін. Сол кезде бізде слойлары дұрыс шықпай қалады. Осылай түйеміз, саусақпен басып, келесі шетін тағы да солай басып. Басқан кезде бір шеті шығады ғой, сол шыққан жерін қайтадан орап баса береміз. Осылай ұрамыз, сол кезде ет барлық жерге жайылады. Жатқызып противенге саламыз. Тағы да біреуін орап көрсетейін. Бетіне жұмыртқа жарып, жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Мен қалған самсаларды осылай түйіп, жұмыртқа жақпай морозилькаға салып қойдым. Кез келген кезде шығарып, пісіріп жіберсеңіздер болады. Духовкада 180 градуста 35-40 минут піседі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте дәмді, қытырлақ самса болып шығады. Ас болсын.